Жалпы тригонометриялық теңсіздіктер синусқа байланысты, косинусқа байланысты, тангенске және котангенске байланысты төрт түрі бар. Сол төрт түрдің ішіндегі ең күрделісі негізі синусқа байланысты деп есептеймін. Біз қазір ең күрделі тақырыбын өтіп болдық. Келесі сәл жеңілдеу бұдан көрі косинусқа байланысты теңсіздіктерді қарастыралық. Ол үшін де қолымызға үш түсті қаламсапты аламыз. Қызыл, көк, қара. Бірінші есеп. Косинус х үлкен 2-ден 1. Бірлік шеңбер сызамыз. Тік бөлеміз, көлденең бөлеміз. Х, y, минус 1, 0, 1. Енді косинустар осыны белгіледік. Қара түсті қаламсапты қоямыз. Қызыл түсті қаламсапты қолымызға аламыз. Косинустар кесіндісінен 2-ден 1 деген мәнді белгілейміз. Жоғары қарай сызамыз және төмен қарай сызамыз. Теңсіздік таңбасы үлкен болғандықтан оң жаққа қарай штрихтаймыз. Қызыл түсті қаламсапты қоямыз. Көк түсті қаламсапты қолымызға аламыз. Координаталар басымен бірлік шеңберді қию нүктесіне қосамыз. Косинустың 2-ден 1 болатын мәні ол 60 градусты. Төменгі бөлікте минус 60 градус. Оң бағытпенен штрихталған бөлікті алып көрейік. Минус 60 градустан 60 градусқа дейін. Мына косинусқа байланысты есепті сәл жеңілдеу деп есептейтін себебіміз минус 60-тан 60-қа шейін, минус альфадан альфаға дейін болады көп жағдайда жауабы. Екінші есебіміз косинус х үлкен немесе тең минус түбірасты 3 бөлінген 2. Бірлік шеңбер сызамыз. Тік бөлеміз, көлденең бөлеміз. Х, y, минус 1, 0, 1. Қара түсті қаламсапты қоямыз. Қызыл түсті қаламсапты қолымызға аламыз. Минус түбірасты 3 бөлінген 2 деген мәнді бір косинустар кесіндісінен белгілейміз. Жоғары қарай сызамыз, төмен қарай сызамыз. Теңсіздік таңбасы үлкен немесе тең дегеннен кейін оң жақ бағытқа қозғаламыз. Қызыл түсті қаламсабымызды қоямыз. Қолымызға көк түсті қаламсапты аламыз. Координаталар басымен бірлік шеңберді қию нүктесін қосамыз. Минус түбірасты 3 бөлінген 2 болатын ол 150 градуста. Және минус 150 градуста. Штрихқа сәйкес бірлік шеңбердің жарты бөлігі оң бағытқа қозғаламыз. Жауап минус 150 градустан 150 градусқа дейін қатаң емес теңсіздік болғаннан кейін немесе тең деген тік жақшаны аламыз. Келесі есебіміз косинус х кіші түбірасты 2 бөлінген 2. Бірлік шеңбер сызамыз. Тік бөлеміз, көлденең бөлеміз. Х, y, минус 1, 0, 1. Қара түсті қаламсапты қоямыз. Қызыл түсті қаламсапты қолымызға аламыз. Түбірасты 2 бөлінген 2 мәнін косинустар кесіндісінен белгілейміз. Жоғары қарай сызамыз, төмен қарай сызамыз. Теңсіздік таңбасы кіші дегеннен кейін осы берілген нүктеден солға қарай қозғаламыз. Қызыл түсті қаламсапты қоямыз. Көк түсті қаламсапты қолымызға аламыз. Түбірасты 2 бөлінген 2 болатын косинустың мәні ол 45 градуста. Төменгі жақта тағы да минус 45 градус. Штрих талған бөлікке сәйкес бірлік шеңберді сағат тілде қарсы бағытпен айналамыз. 45 градустан минус 45 градусқа дейін. Бұл жауапта да бір үйлеспейтін нәрсе үлкен саннан кіші санға қарай қозғалатындығымыз. Сондықтан жауапты өзгертіп көрелік.
45 градустан минус 45-ті өсіреміз. 45 градус, 90 градус, 180 градус, 270 градус, және 45 қосамыз. 315 градус. Енді келесі теріс аргументті алмай ақ қоялық. Жауапты осылай берген ұтымды болып шығады деп санаймыз. Құрметті оқырман, біздер косинусқа байланысты да типтік 3 мысалды көрсеттік. Енді өз бетіңізбен косинусқа қатысты дәл синустағыдай 36 есепті шығарып жаттығуды ұсынамын.